Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен әдебиеттік оқу пәнінен біздің достарымыз 19-шы сабақты өтетін боламыз. Бірінші тапсырма: сыныптастарыңды үлгіге сәйкес сипатта. Ақылды Айдос, тәртіпті Бауыржан, инабатты Әсел, сүйкімді Жадыра. Екінші тапсырма: түсініп оқы. Достық көңіл. Айнұр мен Раушан екінші сыныпта оқиды. Екеуі партада қатар отырады. Айнұрдың жасыл түсті екі қарындашы бар еді. Бірде Раушан құрбысына: «Маған жасыл түсті қарындашымды бере тұршы» деді. «Анамнан сұрайын» деді Айнұр. Келесі күні Раушан: «Анаң рұқсат берді ме?» деп сұрады. «Иә, енді ағамнан сұрауым керек» деді Айнұр. Бейсенбі күні сурет сабағы болатын. «Ағаң келісті ме?» деп сұрады Раушан. «Иә, ағам келісті, бірақ сен қарындашымды сындырып қоясың ба деп қорқамын» деді Айнұр. «Мен ақырын бояймын ғой, қатты басып сызба, аузыңа салып тістеме, сосын ұштамай-ақ қой. Жасыл қарындашыңмен тек жапырақ пен шөпті ғана бояймын» деді Раушан. «Шөп дегенің көп» деді Айнұр қабағын түйіп. Раушан досына не дерін білмей бұрылып кете барды. «Мә, алсаңшы, беріп тұрмын ғой» деді Айнұр әрең. «Болжа». Раушан жасыл қарындашты алды ма? Сурет сабағы басталып кетті. Мұғалім апай балалардың суретін бір қарап шықты. «Раушан салған суретің әдемі екен, бірақ ағаштың жапырақтарын неге көгілдір түспен боядың?» деді. «Жасыл қарындашым жоқ болды, сондықтан көкпен боядым» деді Раушан төмен қарады. «Қасыңдағы Айнұрдың қарындашын ала тұрмадың ба?» деді мұғалім. Раушан үндемеді. Мәтіннің авторы Гүлбаршын Әзімбаева. Үшінші тапсырма: Айнұрдың қарындашын бергісі келмегенін қай сөзінен, қандай мінез құлқынан байқадың? Айнұрдың қарындашын бермей, әр күні отбасымнан сұрайын деп сылтауратқанынан байқалды. Бағала. Төртінші тапсырма: Айнұр қандай қыз? Оның орнында болсаң, сен не істер едің? Балалар, Айнұр өте қызғаншақ қыз, иә? Досына керек кезде қол ұшын созбады. Мен Айнұрдың орнында болсам, досыма қарындашымды бірден берер едім. Ата-анамда достарыңа адал бол, көмегіңді аяма деп ақылдарын айтып отырады. Сондықтан да қарындашымды қызғанбай, бірден сұраған кезде берер едім. Бесінші тапсырма: қорытындыла. Раушан мұғалімнің сұрағына неге жауап бермеді? Раушан Айнұрдың қарындаштарды қызғанғанын мұғалім білгенін қаламады, иә? Айнұрдың бойындағы жаман қасиеттерді көрсеткісі келмеді, иә? Сондықтан да ол мұғалім сұраған кезде үндемей тұрып қалды. Үй жұмысы: Айнұрға хат жаз. Оған қандай кеңес бересің? Үй жұмысы: Айнұрға хат. Айнұрға айтар кеңесім: қызғаншақ болу жақсы қасиет емес. Достарыңа көмектессең, ол да саған көмектеседі. Әрқашан мейірімді және ақкөңіл болуға тырыс. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.